Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Намиалы Жасұлан Нұржанұлы балалар шығармашылығы мектебінің Нұрәуен домбыра студиясының жетекшісімін. Ал балалар, сабақты ең бірінші біз тыныс алу жаттығуларынан бастаймыз. Қанекей бәріміз кеудені алға шығарамыз да, дем алып, кеудені артқа жіберіп, демді шығарамыз. Бірге. Ал балалар, міне, біз тыныс алу жаттығуларын орындап болдық, ендеше орнымызға отырайық. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шертпе және төкпе күйлері. Солардың ішіндегі хафиз күйін біз музыканың сүйемелдеуімен орындап үйреніп көреміз. Ал балалар, ең бірінші шертпе күй дегеніміз ол шертіп ойналатын күйлері. Өздерің білесіңдер, күйлер төкпе және шертпе болып бөлінеді. Мысалы, өздерің білетіндей Құрманғазы Сағырбайұлы атамыз, Дәулеткерей Шығайұлы, және сол сияқты Дина Нұрпейесова, Қазанғап сияқты күйшілеріміз төкпе күйшілер болса, ал Тәттімбет атамыз және де Төлеген Мамбеков, Сүгір күйшілері олар шертпе күйін дәріптеген. Мысалы, балалар, біз төкпе күйлер, олар міне бақылаңдар, міне мысалы, көроғлы күйі ол төкпе күйіне жатады. Төгіліп ойналып жатыр, тиесіз, мысалы, адай, немесе балбырауы. Ал балалар, бұл шертпе күйінің ерекшелігі, шертпе күйі бұл лирикалық күйлер, адамның жан тебіренісін көрсететін күйлер. Мысалы, ол күйлерге көңіл толқыған, өте асықпай, шертіліп, бұл тек қана сұқ саусақпен ойналатын күйлер. Мысалы, сол сияқты кербе сұлу, көрінеді, міндетті түрде барлық жан дүниені тербететін күйлерді біз балалар шертпе күйлер деп атаймыз. Енді балалар, біз өткен сабақтарда осы хафиз күйін деп аттаған болатынбыз. Енді сол балалар, біз хафиз күйін қысқаша ғана қазір музыкамен ойнап көрейік. Міндетті түрде балалар қай жерде басталатынын үйреніп отырыңдар. Басында баспен болады. Айналамыз. Қазір біз бірінші бөлімді бастаймыз.
балалар, көрдіңдер, иә? Бұл хафиз күйі адамның жан дүниесін тебірентетін өте нәзік шертпе күй болып есептеледі. Ал балалар, енді біз шертпе күйлерімен таныстық, иә? Енді төкпе күйлерде, мысалы, кейбір күйлерде болады, төкпе және шертпе аралас. Мысалы, ол ата толғаулы күй, иә? Көрдіңдер ғой? Мысалы, ата толғауының басында шертілі ойналады. Осылай. Ал енді балалар, біз ата толғауының қазір бірден шертпеден төкпеге ауысатын жерін сіздерге ойнап беремін. Міне қараңдар. Көрдіңдер бір шертілі ойналады, иә? Тоқтайды да, сонымен қайтадан шертпеге көрдіңдер, иә балалар? Міне, осы біз бүгінгі сабақта төкпе күй мен шертпе күйінің айырмашылығын нақтылап, және осы хафиз күйін музыканың сүйемелдеуімен ойнауды үйрендік. Ал балалар, енді келесі сабаққа дейін осылардың бәрін жаттап алыңдар. Сау болыңдар.